Всем привет, ребята, на свете, не на свете, но я Хиро осы менің соңғы аттым болады, енді все ауыстырмаймын атымды. Юнидан жалғып кеттім, так что Хиро деген бір ат күшті болды да. И мына скиннің аты сөйтіп тұр екен, Хиро деп тұр екен. Бір жағынан мен өзім ойлап тұрғам, и сол ат бар шығар деп Google ашып қалсам, осындай скин атып шықты ғой. И достар, сіздерге бүгінгі ойынның ережесін түсіндірейін. Мен ешкіммен ойнамаймын, потому что мен ойнағанымды келесі бөлімде не бәлкім этого, как сказать, нормально. Енді сіздерге осындай бір древесный биом дейтін бет, осындай қара дұпты биомдағы бүткіл листваларды алып тастауымыз керек. Короче, мен азында тұрсам, Google'ден ба, неден аккаунтын дұрыс оқымадым, Google.com деді ма, бір нәрсе деді. Содан сообщение келді. Майнкрафттан келді, бір жағынан бірақ Google. Енді ашып қарасам, сделайте на этот биоме, фотосын жіберді, осы биомның, и координатын жіберді, потом бүткіл листваны алып таста деді. Ал листваны тезірек алу үшін бізге железо керек, и одан ножницы істеу керек. Ну нет, мотыгадан істейміз. Так что дәл сол тапсырманы бүгін орындаймыз. Егер де маған сообщение жіберген адам болса, қарап отырса, мені істеп жатырмын. Так, осылай мотыга. Негізі осы бүткіл мердегі, именно осы деген емес, бүткіліндегі ағаштарды алып тастау керек, листваларын. Бірақ обычный мердегі листвалар, это как это называется? Ну, в общем-то, мердегі листвалар ұзақ, ал мынаяқтағылардікі оп-оңай. Жаңа енді істеп қойған жерімді енді мына семена отырғызып қояйын енді. Арасында бізге тамақты алу керек шығар. Господи. Ал біз листваларды аламыз. Ана төбе жақта отырғандар не істеймін? Ойға менімше блок қоятын сияқтымыз. И потом осыларды істегеннен кейін осы спаунның жан жағындағы бүткіл дереваны алып болғаннан кейін біз ағаштарды аламыз. И на земляларды алып, тықып построить істейміз, и потом, білмеймін, толығын келесі жолы жазатын шығар. Ну вот так сделаем, вот так. Саженец. Бұны өсірмеу керек. Короче, бізге бір сундық істеп, назаттар салып қоятын. Или ала берейікші, не болады. Менімше тым болмайды деп ойлаймын. Тарт берем ағашымды уайымдама. Мен қойдығын істеймін. Бүткіл алып тастау керек, зато бізде көптеген ағаштар болады, өте көп ағаштар болады. Сондықтан бұл бөлім ұзаққа созылуы мүмкін. Мен басқа да летсплейлерім бар, ол күтіп тұрмайды. Я думаю, это солнышко. А солнце спаратор. Овечек нет, да? Пока никаких животных я не вижу. Сколько? Две. Ну,
май гад, сал. Все, наконец-то. Бірақ біздіке блоктарды пригодится. Но қысқаларын істейміз. Очень есть хочется, чтобы у меня болит живот. Живот болит, блин. Реалистичный. Но не Майнкрафте. Но... Так. Бір жағынан үйде ешкім болмаған күшті да. Өстіп видео түсіруге ыңғайлы да. Ұнайды маған сол. Үйде ешкім жоқ болып тұрған кезде түсіріп алайын дедім. Сіздерге бір күшті жаңалығым бар. Айфон алайын деп жатырмын да. Айфоннан каналды тастайын ба деп ойладым. И сол айфоннан жаңадан канал ашқым келіп жатыр да. Содан канал ашып жаңадан видеолар түсіремін. Бір жағынан айфоннан монтажы мықты. Монтаж істей аласың видеоларында. Сондықтан мен айфон алғым келіп жатыр да. Айфон аламын, өз жақында қысқы каникулда алатын шығармын деп жатырмын. Білмеймін. Я вижу овечек. Как раз зонт. Иди сюда, овечек. Ну, одно не хватит, у меня две штуки осталось, чтобы спать. Ну, түнге қарамаймыз. Неге мені меч істемеді деп атсаңыздар. Потому что бұда мирныға ключ генерациясы өзі нормальныға ауыспайды екен. Вот так что читерить не будем. Потому что менде чит қолдану өшіп тұр. А то менге қосып тұрады күнде. Бірақ мен ондай көп қолдана бермеймін. Видеоларды қолданбаймын. Ешқашан қолданған емеспін видеоларымда. Давай-ка, достар, бір күні мен келесі жазға қарай Херабринмен бірге ойнайын. Күтіңдер, ал мен Херабринмен ойнайын. Херабринді троллинг етеміз. Ол кезде мен Юнидің скинмен жүремін. Ал мен андай скин тауып алдым. Херабрин Юнидің скин тауып алдым. Google девушка скин, Херабрин девушек скин деп іздеп отқан бір осы ат ойластырып көрдім. Болған айтқаным бойынша и потом сол скин тауып алдым, тартып ала салдым. И сосын осы маған осы скин ұнадым. Ал достар, мен қазір паузаға қоям, потому что мынаяқтағы листваларын бүткіл алу керек. Потому что мы же Херабрин. Это чё? Издевательство. Странно. И ну достар, мен азанға дейін. Какой странный этот мир. Вот я, достар, мен азанға дейін паузаға қоям. Азан болған үшін яқтағы бүткіл листваларын алу керек. Алмас бұрмаға желез табу керек. И сосын осы қарай келу керек. Ал мен қазір желез іздеуге барам. Білмеймін, бір стак желез табатын шығармын. Мен әрбір видеоларында бір стак желез тапқанмын. Видео түсірмесем де бір стак тапқанмын әйтеуір. Ну, стак болмаса да. Мен желез таппай қояйын. 2-ақ желез болады. Переплавить етем. Деревня тапсам. Деревняда переплавить етем.
Я осы спауныма қарай келем, и потом достар өзіңіз білесіз, мына жақта листваларын тезе аламыз. Пауза. Как бы жаман болды. Бүткіл деревня аралап спаундым қалды. Бағана істейміз. Наконец-то нашла. Қанша сағат болды десеңіздер, мына деревняда желез тауып істедім. Деревняда не болды да, сондық железалар болды, кузницалар. Іздеймін деп құрсын, спаунын таппай қалдым. Менде 3 семена бар еді, біреуі кетіп қалды. Мен сам не знаю. Бастаймыз ба? Білмеймін, уже бастаймыз. Мен инвентарымды құртып жатырмын. Достар, сіздерге бір жақсы жаңалық демей қойын, бір жаман жаңалығым бар да. Видеоны вообще аяқтайықшы. Что-то осы түнде ойнаған бір түрлі да. Шамайлы нақты қорқып жатырмын, мен қараңғыда қорқатын әдетім бар да. И потом, достар, келесі бөлімдерде жалғастырамыз. Сіздермен болған мен Хирогерл. Всем пока.